Сәлем достар, бүгін біз өңіріміздегі автокөлік жүргізушілерінің жол мәдениеті туралы ең маңызды адамдардан сұраймыз. Олар шақырту түскен сәттен бастап уақытпен жарысатын, оқиға орнына бірінші болып жететін жүргізушілер. Бұл төтенше жағдай саласының жүргізушілері. 1 секунд кешігу нені білдіреді? Жол бермеудің салдары қандай? Осы төңірегінде қазір біздің төтенше жағдайлар департаментінің маңызы бар жүргізушілерінен сұраймыз. Кеттік. Достар, бізде келесі апаттар медицинасы орталығына тиесілі қызметтік автокөлік. Қазір жүргізушіден бір-екі сұхбат алып жүрейік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бір-екі сұрағым бар сізге. Осы қызметтік автокөлікпен қандай шақыртуларға барасыздар? Жедел түрдегі апаттарға уақытында жету, соларға көмек көрсету алғашқы көмекті. Егер де 1-2 минут кешіксеңіздер не болуы мүмкін? Бұл кезде зардап шеккен адамдар қиналады, қиындау болады. Уақытында бару керек біз. Достар, көрдіңіздер ме? Біздің жүргізушілер үшін әр бір минут бір тағдыр. Достар, артында тұрған АИЛ-32 автокөлігі көбінде көп қабатты тұрғын үйлердегі шақыртуларға барады. Жігіттеріміз осы автокөлікке техникалық қарау жұмыстарын жүргізіп жатыр екен. Ассалаумағалейкум. Сізге бір-екі сұрағым бар. Осы АИЛ-32 автокөлігінің шақыртуларға бара жатқан сәтте қандай қиыншылықтар сіздерге кездеседі? Кедергілер автокөліктердің кейбіреулері жол бермеуіне байланысты, час пик уақытында пробкілер болады. Ал жүргізушілердің жол бермей қалатын сәттері болады ма? Болады, ондайлар арасында кездеседі. Әртүрлі жағдайлар болады ғой. Көп қабатты тұрғын үйлердің ауласында қандай да қиыншылықтар болады ма? Көп қабатты тұрғын үйлердің ауласында кедергі бетондар қойып қояды, жекешелендіріп тұрғындар. Сосын автокөліктердің ыңғайсыз қоюына байланысты автосаты автокөлігін орнатуға қолайсыз болады. Сондықтан шамалы қиыншылықтар туады. Сол сәтте сіздің ойыңызға ең бірінші не келеді? Бірінші шақырту түскен кезде адам өмірі маңызды. Одан кейін ертерек жеке құрамды толығымен жеткізіп, құтқару жұмыстарын жүргізу болады. Достар, көрдіңіздер ме? Біздің құтқарушыларымыз үшін ең бірінші шақырту орнына уақытылы. Біз қазір Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел құтқару жасағы базасындамыз. Осындағы қызметтік автокөлік жүргізетін жүргізушілерімізден бір ауыз сұрап көрейік. Ассалаумағалейкум. Сізге бір сұрағым бар. Құтқарушылар үшін жолдың ашық болуы қаншалықты маңызды? Құтқарушылар үшін жолдың ашық болуы өте маңызды, өйткені шақырту орнына жылдам әрі тез жету үшін және зардап шеккен адамға жылдам көмектесу үшін. Осы ретте жүргізушілерге не айтасыз? Осы ретте жүргізушілерге арнайы автокөліктерге дабыл сигналы қосылған кезде барынша жол ашып берулеріңізді сұраймын. Достар, көрдіңіздер ме? Жол беру тек ереже емес, бұл жауапкершілік. Қызметтік автокөліктерге жол беріп, адам өмірін құтқаруға бірге атсалысайық.